Ассалаумағалейкум ағайын, кезекті видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып тендершіктердің жіберетін топ 5 қателігі. Тендершіктердің көпшілігі бірдей қателіктер жіберіп, тендер бизнесін тастап кетеді. Мен дәл қазір сіздерге өз тәжірибемде тапқан қателіктермен бөлісемін. Алдыңғы видеода тендерге ақшаны қайдан табуға болатынын айттым. Бұл видеода мен сіздерге тәжірибелі және тәжірибесіз тендершіктердің жіберетін топ 5 қателіктерін айтуға дайынмын. Бастау үшін сіз тендерлерге қатысқан кезде қандай қателіктер жіберетініңізді комментке жазып кетіңіздер. Яғни комментарияға жазып кетіңіздер. Оны талқылаймыз. Ендеше бастадық. Бірінші қателік. Тендершіктер тендерге қатысқан кезде, яғни бағаны сайттан аламыз. Ол не деген сөз? Заказчик 1 миллион теңге берсе, сіз сайттан 500 мың теңге товар бар екен, үстіне пайдамыз қоссам пайдалы екен дейміз, сайттан бағаны аламыз, тендерге қатыса саламыз. Бірақ ұтқаннан кейін 500 мың теңге товар жоқ екен. В итоге товар 800 мың теңге, 900 мың теңге, 1 миллион теңге тұрады. Яғни сайттан официально алу бірінші қателік. Біз сол сайттағы компания хабарласып, официально коммерциялық ұсыныс, яғни коммерческое предложение алуымыз керек. Соған сүйеніп қана тендерге қатысамыз. Ол бірінші қателік. Екінші қателік, яғни барлық тендершіктер сразу 10 миллион, 20 миллион, 50 миллион тапқысы келеді. Но не? Принцип постепенности деген нәрсе бар. Яғни кішкентай суммадан жайлап көтерілеміз. Ол үшін сіз тендерге бірінші 5 мың теңге, 10 мың теңге, яғни 50 мың теңге дейінгі тендерге қатысып ұтып көру. Ұтқаннан кейін бүкіл процедураны істейсіз. Апарасыз, накладной қол қойғызасыз, акт утверждать етеді, счет фактуры саледесіз, ақшаңызды аласыз. Уже ары қарай 500 мың, 5 миллион, яғни 50 миллион, 500 миллион. Мен айтайын, 5 мың теңге болсын, 500 миллион теңге болсын. Бүкіл жұмыстар бірдей. Яғни осылай жұмыс істесеңіз, кішкентай суммамен тәжірибе жинайсыз да, сол тәжірибе жинап, сіз уже үлкен суммалы тендерге қатысуға дайын боласыз. Үшінші қателік, заказчиктермен сөзбен келісеміз. Яғни өзіміз қазақпыз ғой, өзіміз ағайынбыз ғой деген нәрсе болмайды. Заказчик сөзбен көп нәрсе айта береді. Товар алып келе бер, қабылдаймын ғой, бәрі нормально ғой, өзіміз ғой деп айтады. Жоқ, бәрін заңды істеуге тырысамыз. Яғни заказчик товар алып кел деді ма, официально письмо жазсын. Сіз ИП-ТО товар алып келуіңіз керек. Апарғаннан кейін заказчик сөзбен анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп айтады. Опять же, осыны қағаз күйінде заказчикке айтыңыз. Маған қағазға жазып бер, товар қабылдамаймын деп жазып бер дейсіз. Сол кезде заказчик жаңа айтқан көп сөзін негізі жоққа шығарады. Төртінші қателік. Бұл енді өте ауыр. Яғни сіз тендерден ұтып алғаннан кейін ақша түседі ғой. 1 миллион, 2 миллион пайда көресіздер ғой. Яғни тендерші не істейді, қуып кетеді. В прямом смысле емес, енді переносном. Ақша түскеннен кейін iPhone сатып алады, машина сатып алады, тағы бір бизнес ашып тастайды, Дубайға кетіп қалады, қыдырып кетеді, ақшаны жұмсай бастайды. Яғни бүгінгі күнмен өмір сүреді. Мен кеңес беремін, қаржылық сауаттылық болу керек. Пайдаңызды бөліп тастаңыз. 30% ертең күнге, 30% масштабқа шығуға, тағы 30% күнделікті құртатын ақша, сол сияқты. 10% благотворительностьке деген сияқты. Сол себептен қаржылық сауаттылық болу керек. Ақшаны құртпаймыз, ақшаға мұқият қараймыз. Түсінем, кеше 100 мың, 200 мың, 300 мың тауып жүрген, алыңызда 2 аптаның ішінде резко 1 миллион, 2 миллион таптыңыз, қол уже дірілдей бастайды. Ол себептен көп оқыңыз, адамдармен араласыңыз, кругозор вообще дамиды, ашылады. Сол кезде уже сізге 1 миллион, 2 миллион, 10 миллион да даже аз болып көрінеді. Соны ақшанды жинай бастайсыз, уже масштаб туралы ойлана бастайсыз. Бесінші қателік, тендерге қатысқан кезде шығынның бәрін санамау. Яғни шығындардың бәрін санамайсыз. Мен сізге айтайын, мұқият отырып, барлық рисктерді санай бастаңыз. Товардың құны, логистика, разгрузка, сертификаттар бәрін санаңыз. Сол кеткен шығын үстіне тағы 10% шығын салыңыз. Содан кейін пайдаңызды қосыңыз. Хорошо? Яғни осы топ 5 қателіктен алыс болсаңыз, минусқа кетпейсіз, рисктен алшақ боласыз, в итоге табысқа шығып бастайсыздар. Қалай? Жалпы ақпарат пайдалы болса, не істейміз? Бөлсеміз, тіркелеміз, видеомен бөлсеміз, комментарий жазамыз, лайк қоямыз. Келесі видео көріскенше сау болыңыздар.